Мұқағали Мақатаев қазақтың лирика ақын жазушысы, аудармашысы. Ол 1931 жылы 9 ақпанда Алматы облысы қазіргі Райымбек ауданы Қарасаз ауылында дүниеге келді. 1976 жылы 27 наурызда Алматыдан дүниеден өткен. Ақынның тұңғыш өлеңдері Қырман басында, Қойшы бала Әкетай аудандық советтік шекара газетінде жарияланды. 1949 жылы Інімнің ойы, шебер өлеңі, жастық жыр атты жинақтары жарық көрді. Мұқағали Мақатаевтың өлеңі Батар күн. Батар күн келер түн, атар таң шығар күн. Бәріңе құмарман, осымен осылай мәңгілік тұрарман. Осымен сірада өлмейтін шығармын. Жақындықты сеземін жерден де аспаннан, жылылықты сеземін мұздардан, тастардан. Өмірден сірә бәрінен басталған, әріден басталып мәңгілікке тасталған. Осымен өлмейтін шығармын, сәл ғана мызғымап қайтадан тұрармын.